ойбай белім. Сәлеметсіздер ме? Есіктен кірсе қызық емес қой деп, Дзен бұл кімнің идеясы болды? Мен ойлап тапқан жоқпын бұны, Чонгуктың ойы болды. Жай кіріп келсең қызық емес қой енді. Хён онда астынан шық, астынан. Бүгін бізде жүргізуші Тэхён. MCV сөз сізде. Ал бастаңыз. Алдымен амандасайын. Таллера, Баңтан. Тэхён, біз қайдамыз? Біз қазір Сан-Озедамыз. Стэнфорд. Сан-Озедағы Стэнфорд. Қысқасы Калифорниядамыз. Тэхён, сенің айтарың бар дейді ғой. Бүгін мен топ мүшелерімен дәмді ас ішкім келген соң сіздерді шақырып отырмын. Сонда тамақ сенен ба бүгін? Тэхённың ерекше сыйлығы. Онда сенің картаңмен тамақ жеп бастайық. Ұзақ уақыт өтіпті. Керемет. Сонымен қандай тіске басар жеп әңгіме айтамыз. Соңғы кездері Юнги Хён диетада. Тур кезінде салмақ қосып алдым, соны біраз тастау керек. Бір қызығы тек Юнги ғана салмақ қосты. Мен бастадым, иә? Иә, бұны гастрольдік дерт деп атаймыз. Тур кезінде міндетті түрде біреу ауырады. Мен де ауырдым. Чонгуктың ауырғаны оңай емес. Соны айтам ғой. Ауырғаны сонша таңғы 7-ден ояу. Чонгук екеуміз бір бөлмедеміз ғой. Жатуым керек сияқты деп жатып едім. Көрпенің астында 2 сағат бойы деп. Дұрыс емес бірдеңе жедік ау біз. Әлде судан ба екен? Иә, су шығар. Сонымен тур аралығында жағдайларың қалай, не істеп жүрсіңдер? Калифорнияның ауа райы керемет. Иә, ең үздік ауа райы. Менің соңғы кездегі ойларым, неге алдыңғы турларда соншалықты, қалай айтсам екен, қиын болды деп па? Иә, сондай ойлар көп. Қазіргі жасап жатқан турымыз салауатты сияқты маған. Ол кезде демалатын уақыт болған жоқ қой. Ондай уақыт болса да біз талып жаттық қой. Иә, ұйықтап күш жинап демекші. Концерттен бос уақытты біз дұрыс қолдана алмадық деп ойлаймын. Басқа уақыт болмады да. Иә, уақыт болмады, бірақ біз білмедік те ғой уақытты қалай қолдану керек екендігін. Біз не істедік сонда? Ұйықтадық та. Өйткені демалыс күндері де бізде шоулар мен сұхбаттар болды. Немесе біз оған қоса альбоммен жұмыс жасап жаттық. Дым есімде жоқ. Соңғы тур 2019-да болды. Шынымен есімде жоқ. Сол кезде біз MAP альбоммен жұмыс жасап жаттық. Иә, ән мәтінін жазыңдар ғой сендер. Сол кезде қонақ үйден мүлде шыға алмап едік. Солай болып педі. Менің есте сақтау қабілетім онсыздан нашар, бірақ осы жолы барлығын. Осы турда ең есте қалғаны қай кез? Алғашқы концерт. Жауын құйғаны үшін бе? Иә, оны енді ұмыту мүмкін емес. Нөсер жауын әрі суық болды. Соңғы кездері жақсы ресторандарға барып жүрміз. Иә, жетеуміз түгел барып жүргеннен кейін шығар. Хоббидің сұрайтыны, біз енді бір машинада отырамыз ғой. Сол кезде әдеттегідей, ал бүгін не таптың деп сұрайды. Иә, рас, ал бүгін қайда барамыз дегендей сұраймын. Маған Мексика қатты ұнады. Иә, адамдары керемет. Сол жұмыс кезінде басқа жігіттер не істеп жүр екен деген ой болды менде. Иә, менде де болды. Енді барлығымыз бірге болған кезде не жасап жатқанымызды білеміз ғой. Ал өзің ғана жүрсең, ананы мынаны ойлайсың. Маған да қызық болған соң мен үнемі стафтан сұрайтынмын, бүгін хобби не істеп жүр? Чименше деп. Сол ғой. Соңғы кездері студия альбомдар өтпейтін сияқты, ішінде 14 ән бар. Оның әрқайсысын мән қойып жасағанмен, біреуін сахнада айта алмаймыз, біреуін көрсете алмаймыз деген сияқты. Сәл өкінішті ғой. Жоқ, толық студиялық альбом жасайық онда, ішінде 30 ән болсын. Арираң 1, Арираң 2 ме? Жоқ, Арираңды жасадық, ойында Срираң дейік. Келесі альбомның аты Срираң, ал одан келесінің аты Арарио. Не болса да, келесі альбомды жасап жатқан кезде осындай керемет естеліктердің бар екенін ескеріп, мән беріп жасаймыз деген ойдамын. Ол иә, бірақ одан да оңай қылып жасасақ болады. Иә, аздап қарқынды төмендетсек болады. Осы жолы барымызды салдық. Бұл альбомды жоғары деңгейде жасамасқа болмады. Иә, көп уақыттан кейін жасап отырмыз ғой.